Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінде еріктілер жасағы белсенді жұмыс істейді. Олардың әрқайсының өзіндік ерекше міндеттері мен қызмет бағыттары бар. Көмекке зәру жандарға көмектесіп, қоғамның дамуына үлес қосуды мақсат тұтады. Педагогикалық колледждің волонтерлық қызметін алатын орны ерекше. Мұның арқасында студенттер адамдарға көмектесіп қана қоймай, кәсіби дағдыларын дамыта алады. Сосын сөйлем құрастырамыз. Ақтөбе. Жасы Ақтөбе сөзін пайдаланып сөйлем құрастырамыз. Оқытушылардың жетекшілігімен тілдесем жасағын еріктілері жас ұрпақ жасөспірімдер үйінің тәрбиеленушілеріне қазақ тілін оқыту бойынша сабақтар ұйымдастырады. 2022 жылдан бастап Новосібір облысы Қарасуық педагогикалық колледждің студенттері мен оқытушылары үшін тіл үйрену онлайн сабақтары өткізілуде. Ал былтырдан бастап Бурят және Томск педагогикалық колледждері қазақ тіліне қызығушылық танытып, қазақ тілін үйрететін онлайн сабаққа қатысуда. Сондай-ақ Goodwill жасағын еріктілері Самал 16 орталығын тәрбиеленушілері мен Павлодар қаласының нөмір 7 мектеп-интернатының оқушыларына ағылшын тілін оқытады. Олар сабақты түрлі ойындар, интерактивті тапсырмалар және шығармашылық жобалары арқылы қызықты өткізеді. Біз ұстанатын басты ұстаным еріктілік, ол ұстаздықтың жарқын бастауы. Біз колледж студенттері осы білім ордамызда тек қана теориялық білім алып қана қоймай, оны практикалық жүзінде жүзеге асырып, қоғамға пайдалы, және қоғамға пайдасы тиетін жұмыстармен айналысуға дағдыланып келеміз. Осы мақсатта мен және менің қатарластарым, осы 4-ші курс студенттері, 3-ші курс студенттері осы бір номері 7-ші арнайы мектеп-интернатына келіп, еріктілікпен айналысып жүргенімізге енді бірнеше жыл қатарынан болды. Яғни осы тұста біз балалармен жұмыс жасап, олардың барлық дағдыларын ескеріп, оларға білім беріп, қазақ тілі және әдебиеті сабақтарын түсінікті әрі бір қызықты етіп өткізіп, оқушылардың назарын өзімізге аудару, ол біздің басты мақсаттарымыздың бірі. Ал Самал 16 орталығында мейірімділік шеберханасы жасағын еріктілері қолөнер бағытындағы шығармашылық шеберлік сабақтарын ұйымдастырып отыр. Студенттер мейірімділік атмосферасын таныта отырып, орталықтағы әр баланың қоғамға бейімделуіне атсалысады. А студенты, которые приходят к нам, они получают бесценный опыт. Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық колледжіне өте ризамын. Жылдар бойы бізбен бірге жұмыс істеп келеді. Олардың студенттері балалардың сабағымен айналысады, оқытады. Самал 16 орталығынан үлкен тәжірибе ала алады. Бұл тәжірибені басқалармен салыстыруға келмейді. Сондықтан менің ойымша мұның бәрі пайдалы жұмыс деп түсінемін. 2011 жылдан бастап студент және мен нағыз достар еріктілер жасағы белсенді еңбек етеді. Студенттер ақыл ойы бұзылған балаларға арналған нөмір 4-ші арнайы мектеп-интернатының оқушыларымен айналысады. Олардың арқасында шәкірттер қойылым, мерекелер, спорттық ойындар мен мастер-кластарға қатыса алады. Сондай-ақ оқу орнының еріктілері Қызыл жарты ай ұйымымен ынтымақтастықты арттырып отыр. Олар гуманитарлық акцияларға қатысып, төтенше жағдайларда көмек көрсетеді. Қиын өмірлік жағдайларға тап болғандарды қолдайды. Мен үшін волонтерлік ол адамдарға көмектесу ғана емес, мұғалім жауапкершілік, коммуникатив дағдылар сияқты қасиеттерін дамытуы мүмкіндігі. Мен 2023 жылдан бастап Қызыл ай қоғам волонтерімін. Волонтерлік адамдарды біріктіреді және біздің әлемді жақсартады. Бұл бағыттағы колледждің мақтанышы ерікті Даяна Фарафонова. Ол белсенді және жемісті қайырымдылық қызметі үшін шапағат медалімен марапатталған. Енді қазақша бір сөзден. Сен жақсысың де. Давайте теперь на казахском, давай я начну. Сен өте әдемісің. Теперь ты говоришь на казахском. Во время своей волонтерской деятельности я успела. Мен волонтерлік қызмет барысында театр үйірмесін ұйымдастырған отбасылық үлгідегі балалар ауылында болдым. Орталықтарына барып түрлі мерекелер ұйымдастырып, би үйірмесін өткіздім. Сондай-ақ қарттар үйінде концерт бердік. Қаламызда өткен үлкен іс-шараларға атсалыстым. Соның бірі танымал әнші Джоннидің концерті болған еді. Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық жоғары колледжі еріктілерінің бұл қызметі кәсіптік даярлық пен қоғамдық жұмысты қалай қатар жүргізіп біріктіруге болатынын жарқын көрінісі. Студенттер мен оқытушылар өз білімдерімен бөлісіп қана қоймай, жанашырлық танытып, қамқор болуға, көмек қолын созуға әрдайым дайын. Қымбат Садық, Александра Алябеева, Алексей Михедов, ертіс ақпарат.